20 қараша Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында жандану әлемі қоры мен академияның ұйымдастыруымен тұңғыш рет отаным бақ мекенім патриоттық әндер байқауы өтті. Қазылар алқасында өнерімен халықтың ықыласына бөленген Лаки Кесоглу, Бағым Мақсатқызы, Әли Оқапов, Айдана Меденова сияқты әншілер бар. Өнер жарысында Қарағанды, Астана, Шымкент, Екібастұз, Алматы қалалары мен облыстарынан 16 өнерпаз сайысқа түсті. Қатысушылар көрермен назарына халық әндері мен танымал әртістердің, отандық авторлардың шығармаларын орындады. Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына арналған байқау тартысты өтті. Қатысушылар әннің байқау тақырыбына сәйкес болуы, вокалдық ерекшеліктері, шығарманың көркемдік деңгейі, орындаушылық машығы сынды талаптар бойынша бағаланды. Өнерпаздардың арасынан жеңімпазды анықтау қиынға соқты, алайда әділ қазылардың шешімімен нағыз таланттар анықталды. Байқау қорытындысы бойынша сайыстың бірінші орнын туған жер әнімен Сүлеймен Демирел университетінің студенті Бекнұр Аминов иеленді. Ал екінші орын Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті педагогика және психология факультетінің 4-ші курс студенті Асан Сыдықов. Және 3-ші орын Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 4-ші курс студенті Бекзат Әмірге бұйырды. Үлкен сахнаға алғаш шығып тұрған қатысушылардың қуанышында шек жоқ. Көңіл-күйім өте керемет, қуаныштан төбем көкке екі ел жетпей тұр дейді. Сондай сезімде тұрмын. Дайындалдық енді барынша. Бірақ енді сахнаға шығатын кезде кәдімгідей қобалжу болды. Бірақ Құдайға шүкір, сахнаға шыққаннан кейін қобалжу сейіліп, халықтың қошеметінің арқасында, қазылар алқасының күлімдеп отыруының арқасында кішкене жеңіл болды шоу. Өте керемет көңіл-күйдемін. Бірінші рет бұндай жарыстарға қатысып жатқаным мен үшін үлкен тәжірибе болды. Өйткені бұл біз үшін Қазақстандағы ең жоғарғы өнер саласындағы бұл академия мен үшін үлкен жетістік беріп отыр. Мен бағалап екінші орын берген үшін өте қуаныштымын. Сөз жоқ. Жеңімпаздар арнайы диплом және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Тұңғыш рет ұйымдастырылған байқау алдағы жылы да жалғасын табады деген үміт бар.